Hello children, how are you? Let's begin our online lesson. Smiles for Slowmachines Lesson 7. Сәлеметсіңдер ме балалар? Онлайн сабаққа қош келдіңдер. 4-ші сынып оқушыларына арналған Smiles оқулығы Slowmachines. Баяу машиналар. Now let's start. Look at this picture. What kind of machines can you see here? Are they old or new? Әнеки бастайық. Машиналар. Мына суреттен қандай машиналардың түрін көріп тұрсыңдар? Ескі ме, әлде жаңа ма? Yes, children, you can see the old machines. So let's start our lesson with the use of past simple. Сонымен сабағымызды өткен шақтың ережесімен танысудан бастаймыз. Grammar rule. Examples. I played football. We ate lots of cake. She didn't watch a film. Remember, for regular verbs we add ed. For irregular verbs there is a special past tense form. Regular verbs: play, played, watch, watched, want, wanted. Irregular verbs: eat, ate, write, wrote, go, went. Be careful. When we use the negative, we don't change the main verb. We use didn't instead. We didn't watch TV. I didn't go to school. We say, we don't say. I had fun, not I haven't fun. He didn't play tennis, not he didn't play tennis. They went to France, not they went to France. Көріп тұрғандарыңдай балалар. Өткен шақтың қолдану ережесі. Мысалы, мен футбол ойнадым. Мен көп торт жедім. Мен телевизор көрмедім. Осы үш сөйлемде қарамен берілген етістіктердің қолданылуын қарастырайық. Play дұрыс етістік болғандықтан ed жалғалынады. Played ойнадым. We ate тамақ жеу деген етістіктің бірінші формасы eat, өткен шақта ate, яғни екінші формасы. We ate lots of cake. Біз көп торт жедік. She didn't watch a film. Ол фильм көрген жоқ. Өткен шақта кері сөйлем жасау үшін бізге didn't көмекші етістігі негізгі етістіктің алдына келіп тұрады. We didn't watch a film. Осы кезде негізгі етістік ed жалғауынсыз жасалады. Remember, есте сақтаңдар. Дұрыс етістіктерге ed жалғау жалғанады, бұрыс етістіктердің арнайы өткен шақтың формалары қолданылады. Дұрыс етістіктер: play, played, watch, watched, want, wanted. Яғни негізгі етістікке, дұрыс етістікке ed жалғауларын жалғаймыз. Келесі: irregular verbs. Бұрыс етістіктер. Бұрыс етістіктердің негізгі берілген формаларының екінші формалары мүлде өзгеріп кетеді. Бұлар арнайы формалар деп аталады. Eat, ate, write, wrote, go, went. Жеу, жеді, жазу, жазды, бару, барды. Көріп тұрғандарыңдай балалар, дұрыс етістіктерге ed жалғауын жалғайды екенбіз өткен шақта. Ал бұрыс етістіктердің екінші формаларына мүлде басқа сөздер қолданады екенбіз. Бұларды тек жаттау арқылы есте сақтауға болады. Be careful. Яғни біз didn't сөзін етістіктің алдына қойған кезде негізгі етістігіміз ed жалғауынсыз жасалады. Осыны жазған кезде абайлап жазу керек. I didn't watch TV. Мен телевизор көрген жоқпын. I didn't go to school. Мен мектепке барған жоқпын. We say, біз былай деп айтуымыз дұрыс, былай деп айтуымыз дұрыс емес. I had fun. Маған қызықты болды.
I have it fun десек, біздің сөйлеміміз қате болып тұрғаны. He didn't play tennis. Ол теннис ойнаған жоқ. He didn't played tennis. Бұл қате құралған сөйлем. Себебі didn't-тан кейін play етістігіне ed жалғауға болмайды. They went to France. Олар Францияға барды. Not they went to France. Went деген сөздің өзі өткен шақта тұр. Бұрыс етістік. Оған тағы да өткен шақтың ed жалғауын жалғауға болмайды. Now let's do the Slowmachines task. Exercise 3. Read and complete. Use past simple, then match. Бұл жаттығуда жақшада берілген етістіктердің өткен шақтағы формаларына қоюға тиіспіз. People put someone paper in people. People put some paper in me. They press the buttons on me to write. They push the lever to write on the next line. People put some hot water in me. Then they put the clothes in. They use the handles to move the clothes around quickly. People put a cassette in me. They press the play button. They listen to music on me. Now, children, let's check. People put some paper in me. They pressed the button on me to write. They pushed the lever to write on the next line. People put some hot water on me. Then they put the clothes in. They used the handles to move the clothes around quickly. People put a cassette in me. They pressed the play button. They listened to music on me. Well done, children. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен жақшада берілген етістіктердің өткен шақтары. Press, pressed, push, pushed, use, used, listen, listened. Put етістігі бұрыс етістік болғандықтан, оның үш формасы да өзгеріссіз қолданылады. Put, put, put. So, children, look at the pictures again. How do we call these machines? Cassette player, typewriter, washing machine. Now let's match the machines to the sentences. Қанеки балалар, суреттегі берілген машиналарды сөйлемдермен сәйкестендіреміз. First sentence. Адамдар маған қағазды салады. People put some paper in me. They press the button on me to write. Олар түймешені басып, оған жазады. They pushed the lever to write on the next line. Олар темірді ары-бері сырғытып, жаңа жолдан бастап жазады. So, which machine is described in the first sentence? Сонымен балалар, бірінші сөйлемде қай машинаны суреттеген? Yes, you are right. It's a typewriter. Жазу жазатын машина. Typewriter. The next sentence. People put some hot water in me. Адамдар маған ыстық суды құяды. Then put the clothes in. Содан кейін киімдерді салады. They used the handles to move the clothes around quickly. Олар ұзын таяқшаны қолданып, ары-бері киімдерді тез айналдыруға көмектеседі. So, which machine is described in the second sentence? Екінші суретте қай машина суреттелген? Yes, you are right. Washing machine. The third sentence. People put a cassette in me. Адамдар маған кассетаны салады. They pressed the play button. Олар ойнау деген түймешені басады. They listened to music on me. Олар менен музыканы тыңдады. Yes, you are right, children. This is a cassette player. Бұл магнитофон. So, children, what do you think? Are these machines slow or fast?
Сонымен балалар, мына машиналар жылдам ба, әлде баяу ма? Yes, you're right. They are slow machines. Now repeat after me. Slow machines. Баяу машиналар. Cassette player. Typewriter. Washing machine. So children, this is the end of our online lesson. Thank you for your attention. Stay at home and study. Сонымен балалар, онлайн сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Goodbye, see you the next time.